сәлем. 9 сыныптың алгебрасы 23-те 5-ші есепті шығаратын боламыз. Есептің шарты бойынша өрнекті ықшамдаңдар дейді. Бұл жерде барлығында қазір келтіру формулаларын қолдану арқылы өрнектерді ықшамдайтын боламыз. Мына жерде синус 90 градус азайту альфа дегеніміз келтіру формуласы бойынша ол бізде косинус альфаға тең. Жазып аламыз. Косинус альфа. Ал енді мына жер косинус 180 плюс альфамыз, ол минус косинуске тең. Бұнда плюс тұра береді да, минус косинус альфа деп жазамыз. Ары қарай плюс котангенс 270 азайту альфа, тангенс альфаға тең. Ал енді тангенс 360 минус альфамыз, ол тең болады минус тангенс альфаға. Болды, енді қазір осы жерден жақшаларды ашып шығамыз. Косинус альфа, плюс пен минустан минус деп ашамыз. Косинус альфа болып ашылады. Плюс тангенс альфа, минус тангенс альфа болады. Енді косинус пен минус косинус екеуі қарама-қарсы таңбай, екеуі жойылып кетеді. Қосындысы нөлге тең. Тангенс альфа мен минус тангенс альфа екеуі жойылады, сонда бізден 0 қалды. Косинус 90 плюс альфа келтіру формуласы бойынша ол бізде синус альфаға тең. Яғни функцияның аты өзгереді. Минус синус 180 плюс альфамыз минус синус альфаға тең. Минус синус альфа. Одан кейін плюсті жазып қоямыз. Котангенс 270 плюс альфамыз минус тангенс альфаға тең. Минус тангенс альфа плюс тангенс 360 плюс альфамыз ол тең болады тангенс альфаға. Міне. Енді жақшаларды ашып шығамыз. Синус альфа, мына жерде альфа бар. Минус пен минусымыз плюс болып ашылады. Плюс синус альфа, минус тангенс альфа, және де плюс тангенс альфа. Тең болады. Тангенс пен тангенс екеуі жойылып кетеді. Синус пен синусты қосатын болсақ, 2 синус альфа шығады. Косинус 3π бөлу 2 плюс альфа, азайту синус π плюс альфа, плюс котангенс π бөлу 2 плюс альфа, плюс тангенс 2π плюс альфа. Тең. Косинус 3π бөлу 2 дегеніміз ол бізде 270 градус. Қазір мынау радианмен берілгендердің барлығын градуспен жазып шығайын. Косинус 3π бөлу 2-міз 270 градус. Плюс альфа. Синус π дегеніміз ол 180 градус. Плюс альфа. Плюс котангенс π бөлу 2 ол бізде 90 градус. 90 градус плюс альфа. Плюс тангенс 2π дегеніміз ол 360 градус. Плюс альфа. Міне. Енді келтіру формуласын қолданып, косинус 270 плюс альфа, ол минус синус альфаға тең. Минус синус 180 плюс альфа, ол минус синус альфаға тең. Плюс котангенс 90 плюс альфамыз, ол тангенс альфаға тең. Плюс тангенс 360 плюс альфа дегеніміз, ол минус тангенс альфаға тең. Жақшаларды ашып шығамыз. Минус синус альфа, минус пен минус плюс болып ашылады. Плюс синус альфа, плюс тангенс альфа, және де минус тангенс альфа. Қарама-қарсы таңба, сондықтан барлығы жойылып кетеді, бізден 0 қалады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырамыз. Синус 3π бөлу 2 азайту альфа минус косинус π плюс альфа плюс тангенс 3π бөлу 2 плюс альфа плюс котангенс 2π плюс альфа. Тең. Берілген радиандарды градусқа айналдырайық. Синус 3π бөлу 2 дегеніміз 270 градус минус альфа, минус косинус π бізде 180 градус плюс альфа, плюс тангенс 3π бөлу 2-міз бізде 270 градус плюс альфа, плюс котангенс 2π дегеніміз 360 градус плюс альфа. Келтіру формулаларына саламыз. Синус 270 минус альфа ол минус косинус альфаға тең. Міне. Минус косинус 180 плюс альфа ол минус косинус альфаға тең. Косинус альфа. Плюс тангенс 270 плюс альфа ол минус котангенс альфаға тең. Плюс, ал котангенс 360 плюс альфамыз ол котангенс альфаға тең. Жақшаларды ашып ықшамдаймыз. Минус косинус альфа плюс косинус альфа минус котангенс альфа, және де плюс котангенс альфа. Міне, косинус пен косинус қарама-қарсы таңба, котангенс пен котангенс қарама-қарсы таңба, барлығы жойылып кетеді. Жауап 0 шығады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі есеп. Келесі 23-те 6-шы есеп. Есептің шарты бойынша берілген тригонометриялық функцияның бұрышы альфа бұрышы, яғни 0 мен 45-тің аралығында болатындай функцияға келтіріңдер дейді. Яғни шыққан жауабындағы градустық өлшемі 0 мен 45 градус аралығында болу керек деп. Осыған келтіріңдер деп тұр. Бізге бірінші берілген синус 545 градус. Так, синус 545 градусты біз былай жазамыз. Синус 180 көбейту 3. Яғни 180-ді 3-ке көбейтетін болсақ 540 болады. Ал 545 шығу үшін біз оған 5 градусты қосамыз. Ал енді келтіру формуласы бойынша ол бізде синус
5 градусқа тең. Міне көрдік па, осы мына жерде шыққан градустық өлшем 0 мен 45 градус аралығында шығу керек. Соған келтіру формуласын қолданамыз. Екінші, косинус 945. Косинус 945-ті былай жазамыз. Косинус 180-ді көбейтеміз 5-ке. 180-ді 5-ке көбейтсек 900 болады. Бізге 945 керек, сондықтан 45-ті қосамыз. Міне, келтіру формуласы бойынша бұл бізде минус косинус 45 градусқа тең. Үшінші, тангенс 1545 градус тең. Тангенс 1545-ті былай жазамыз. 8-ді көбейтеміз 180-ге. Міне, оған қосамыз 105-ті. Сонда бізде 1545 градус шығады. Бұл келтіру формуласы бойынша былай жазамыз. Тангенс 105 градус. Ал бізге мына градустық өлшем 0 мен 45-тің арасында болу керек, сондықтан тағы да ары қарай 105 градусты былай жазуға болады. Тангенс 90 градус плюс 15 деп міне. Келтіру формуласы бойынша бұл бізде минус котангенс 15 градусқа тең. Келесі төртіншісі. Котангенс 545 градус. Котангенс 545-ті 180 көбейту 3 плюс 5 деп жазамыз. Келтіру формуласы бойынша котангенс 5 градусқа тең. Бесінші. Синус 9π бөлу 4. Яғни біз оны градустық өлшемге айналдыратын болсақ, 180-ді қоямыз пидің орнына. Оны 4-ке бөлеміз. 180 мен 4-ті қысқартатын болсақ 45 болады. Сонда 45-ті 9-ға көбейтетін болсақ, 405-ке тең. Синус 405 градус. 405-ті былай жазамыз. Синус 180-ді 2-ке көбейтеміз. 360 болады. Оған 45-ті қоссақ, 405 шығады. Келтіру формуласы бойынша синус 45 градусқа тең. Алтыншысы. Косинус 91π бөлімінде 5 тең. Косинус 91-ді 180-ге көбейтеміз, оны 5-ке бөлеміз. Сол кезде бізде косинус 3276 деген шығады градус. Ал енді біз оны 3276-ны былай түрде жазуға болады. Косинус 18-ді көбейтеміз 180-ге, оған 36-ны қосамыз. Келтіру формуласы бойынша косинус 36 градусқа тең. Жетіншісі. Тангенс 29π бөлімінде 3 тең. Тангенс пидің орнына 180-ді қоямыз, 3-пен қысқартамыз 60 болады. 29-ды 60-ға көбейтетін болсақ, 1740 градус болады. 1740 градусты былай жазамыз. 180-ді көбейтеміз 9-ға, оған қосамыз 120 градусты. Сонда бұл жаңағы келтіру формула бойынша тангенс 120-ға тең. Ал бізде градустық өлшем бағана айтқандай 0 мен 45 аралығында болу керек. Сондықтан тангенс 120-ді былай жіктеп жазып аламыз. Тангенс 90 градус плюс 30 градус деп. Ол келтіру формуласы бойынша минус котангенс 30 градусқа тең. Ал егер радиан бойынша жазу керек болса, бұны біз былай жазуға болады. Минус котангенс 30 градусты пи бөлу 6 деп міне. Түсінікті. Келесі 8-шісі. Котангенс 39π бөлімінде 7 тең болады. Котангенс 1003 градусқа. Яғни пидің орнына 180-ді қоямыз, 7-мен қысқартамыз, 39-ды көбейтеміз, сонда 1003 шығады. 1003-ті біз былай жазамыз. Котангенс 180 градус көбейту 5 плюс 103 градус деп міне. Ол келтіру формуласы бойынша котангенс 103 градусқа тең. Ал енді 103 градусты да ары қарай жалғастырамыз. Котангенс 90 плюс 13 деп жазуға болады. Келтіру формуласы бойынша минус тангенс 13 градусқа тең. 9-шы. Синус минус 49π бөлімінде 4 тең болады. Минус синус 49π бөлу 4-ке. Не үшін? Себебі алдына минус таңбасын шығарып тастадық. Себебі синус бұл жерде тақ функция. Тақ функция болғандықтан минусты синустың алдына шығаруға болады. Бұл бізде синус минус тұра береді алдында 2205 градусқа тең.
Ары қарай жазамыз. Минус синус 12-ні көбейтеміз 180-ге. Оған 45-ті қосамыз. Сонда бізде 2205 деген, ал енді келтіру формуласы бойынша минус синус 45 градусқа тең. Келесі 10-шысы. Косинус минус 419 пи бөлімінде 5. Косинус жұп функция болғандықтан минусты алып тастауға болады. Сонда косинус 419 пи бөлімінде 5 тең косинус 15084 градус. Міне, енді 15084 градусты былай жазамыз. Косинус 180-ді 83-ге көбейтеміз. Және де оған 144-ті қосамыз. Сонда 15084 шығады. Ал енді келтіру формуласы бойынша ол бізде косинус 144-ке тең. Ал енді альфа бұрышымыз бұл жерде 0 мен 45 градустың аралығында болу керек болған үшін косинус 144-ті де тағы да жіктеп жазамыз. Бұны біз былай жазуға болады. 180 азайту 36 деп міне. Келтіру формуласы бойынша минус косинус 36 градусқа тең. 11-ші. Синус минус 2489 градус тең. Минусты алдына шығарамыз, себебі синус бізде тақ функция. Сондықтан минусты алдына шығарып жазуға болады. Енді 2489-ды біз мына түрде жазамыз. Минус синус 18-ді көбейтеміз 180 градусқа. Оған қосамыз 149-ды. Келтіру формуласы бойынша минус синус 149 градусқа тең. Ары қарай 149-ды тағы да жіктейміз. Минус синус 180 градус азайту 31 деп жазуға болады. Екеуінің айырмасы 149-ға тең. Келтіру формуласы бойынша минус синус 31 градус болады. Ең соңғы 12-шісі 4789 градус. Тангенс тақ функция, алдына минусты шығарамыз. 4789 и мына түрде жазамыз. Минус тангенс 26-ны көбейтеміз 180-ге. Оған қосамыз 109-ды. Тең минус, ол бізде келтіру формуласы бойынша тангенс 109 градусқа тең. Ары қарай 109-ды тағы да жіктеп жазамыз. Минус тангенс 90 плюс 19 деп жазамыз. 90-ға 19-ды қоссақ 109 шығады. Ал енді бұл келтіру формуласы бойынша минус алдында тұра береді. Минус котангенс 19 градусқа тең. Жақшаны ашатын болсақ, котангенс 19 градус деп шыға қояды. Міне, жалпы бүгінгі көрсеткен есептер барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырамыз. Ал енді қалай келтіру формуласын оңай жаттауға болады, мен оны өзімнің онлайн курсымда үйрететін боламын. Курс бойынша толық ақпарат төмендегі WhatsApp номеріне хабарлассаңыздар болады.